Біз 3 ай бойы осы Назарбаев орталығында, яғни Елбасы орталығында өзіміздің еріктілік қызметімізді атқардық. Бұл еріктілік қызметіміздің негізгі мақсаты жан-жақтан келген қонақтарды біз күтіп алып, оларға экскурсия жүргізу болатын. Осы еріктілік қозғалыс кезінде біз еріктілер осы елбасымыздың биографиясынан бастап, елбасымызға берілген кәдесыйлар, делегациялардан келген сыйлықтар, елбасымыздың алған ордендер мен медальдары, солардың барлығын біз өз көзімізбен көру бақыты бұйырған болатын. Сонымен қоса, оларды көріп қана қоймай, келген қонақтарға барлығын түсіндіріп, елбасымыздың өмірі туралы барлығын баяндау болатын. Біз бұл мақсатты толыққанда орындап шықтық деп айта аламын. Және де осы еріктілік қызмет кезінде біз өзімізді мәдени жағынан, ғылыми жағынан білімімізді дамытып, өзімізді жан жағынан рухани жаңғыру болды деп айта аламын. Сонымен қатар біз жаңа таныстар таптық, жаңа достар таптық. Алдағы уақытта да осындай үлкен ауқымды іс-шаралар өткізіледі деп сенемін. Және де сол кезде біз еріктілер тағы да өзіміздің үлесімізді қосатын боламыз.